Уалейкумассалам рахматулла. Амин. Сіздерге де Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Құрметті бауырлар, кеш жарық. Әдетіміздегідей сұхбаттасу эфиріне қош келдіңіздер. Бисмилля. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма салли аля Мухаммад. Амма бад. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Құрметті Инстаграм желіндегі бауырлар, құрметті жастар, кеш жарық. Бүгінгі сұхбатымызға Алла берекет берсін. Дүниемізге, ақыретімізге пайдалы, мағыналы, амал жасайтын пайдалы сұхбат болды. Алла Тағала нәсіп етсін деп біз Аллаға жалбарынамыз. Бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбын айта кетейін. Сәлем берілмейтін және сәлем алынбайтын орындар. Осыған қатысты бір эфир өтсеңіз деп осындай ұсыныстар, сұрақтар түскен екен. Соған байланысты бүгін жалпы сұхбатымыз сәлем берілмейтін орындар жайында болады. Қазір эфирімізге кісілер тіркеліп жатыр. Енді жалпы негізінде сәлем берілу керек барлық орында, бірақ сәлем берілмейтін орындар бар екен. Біз соны біліп жүрміз керек, құрметті жастар. Сол арқылы Құдай қаласа біз және білім қоржынымызға білім қосатын боламыз. Жалпы сәлем беру, бұл әссәләм деген Алланың көркем есімі. Осылай жүрген жерімізді әссәләму алейкум деп сәлем беріп жүру өте үлкен сауап. Оның мағынасы Алланың амандығын, Алланың тыныштығын тілеймін сізге деген мағына. Әрбір ортамызда танысақ та, танымасақ та сәлем беріп жүру жалпы. Бұл момын мұсылманға жасалуымыз сондай құпталған амалдар болып есептелінеді. Өйткені Расул айтады, иманды болмайынша ешкім жәннатқа кіре алмайды деді. Сол иманда бір-біріңе жақындату арқылы, бір-біріңізді жақсы көрмейінше иманды болмайсыздар дейді. Ал бір-бірлеріңізді жақсы көретін амалды үйретейін бе деген кезде сахабалар я Расул айтыңыз дегенде афшу сәлем байнакум дейді. Өз араларыңызда сәлемді күшейтіңіздер деген хадис бар. Сәлем беру, сәлем алу арқылы бауырмашылығымыз күшейтетін жол солай екен. Сол бауырмашылығымызды күшейту арқылы иман байлығымыз күшейеді екен. Сол иман байлығымен Алла берсе, Алланың сол сәлемімен Құдай қаласа жәннатқа кіруімізді нәсіп етсін. Бұл деген сөз демек балаларымызға, жалпы достарымызға соны айта жүруіміз керек. Әсіресе өзіміздің бала шағамыздан бастауымыз қажет. Танығанға да, танымағанға да сәлем беру әдебін үйретіп қойғанымыз жақсы. Дегенмен, енді сәлем беру баршамыз білеміз, сәлем беру керек екендігін. Бірақ сәлем берілмейтін орындар бар екен. Сол сәлем берілмейтін орындарды біліп алып, соны да бір-бірімізді ескертіп жүрейік. Сол арқылы да біздер және сауап алатын жолы екен. Енді қандай орындарда сәлем берілмейді? 7 орын. Бас аяғы 7 орында сәлем берілмейді, сәлем алынбайды. 7 орында. Біріншісі, алғашқысы, мынау әжетхана дейміз ғой. Біреу әжетхана кіріп кетсе, оның кіргенін білет, есік жабық тұрса да артынан ассаламу алейкум бауырым, айта бер деп осылай әңгіме құрып кетуге болмайды. Немесе әжетхананың ішіндегі адамда сырттағы адамның сәлемін алуға болмайды. Білместікпен біреу сәлем беріп қоюы мүмкін. Ол әжетхананың ішінде отырып, уалейкум ассалам бауырым деп сәлем алуға болмайды. Өйткені әжетхана деп өзі айтып тұрғандай, ол қажетін өтейтін сондай орын, ол жерде әңгіме дүкен құрып, сәлем беріп, сәлем алынбайтын бірінші орын. Екінші орын, дәрет алып жатқан кісі. Бір кісі дәрет алып жатса, сырттан біреу кіріп келіп, ассаламу алейкум десе, ол уалейкум ассалам деп сәлем қайтармау қажет.
бәлкім ол үндемей дәретін ала беру керек. Өйткені бұған дәлел пайғамбар алейхиссалам дәрет алып тұрған кезде бір сахаба келіп сәлем берген кезде Расулалла үндемейді. Дәретін алып болғаннан кейін барып уалейкум ассалам деп сәлем қайтарған пайғамбар алейхиссалам. Оның сырын сұраған кезде мен дәретсіз сәлем жауап бере алмадым деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Сол себепті дәрет алып жатқан кісіге сәлем берілмейді. Біреу білместікпен сәлем беріп қойса да, сол дәрет алып жатқан кісі оған мән бермеген кісі секілді сәлемін алмайды. Бұл екінші орын. Үшінші орын, сәлем алынбайтын намаз оқып тұрған кісіге сәлем берілмейді. Бір топ адам немесе жалғыз адам намаз оқып тұрса, көре тұра ассаламу алейкум деп ол жерге сәлем беріп кірілмейді. Өйткені адамдар намаз оқып тұр ол жерде. Немесе білместікпен солай айтса да, намаз оқып тұрған кісі уалейкум ассалам деп айтса, намаз бұзылып кетеді. Сол үшін үшінші орын сәлем берілмейтін және сәлем алынбайтын орынның үшіншісі ол намаз оқып тұрған кісілерге. Төртінші орын мына үкім шығатын, қазіргі күнде сот деп айтайық. Жалпы әуелі кезеңдерде ондай қазылық мекен деп айтатын еді, қази. Яғни сот шығарып жатқан орынға сондай сөздер, үкім шығайын деп жатқан кезде сәлем берілмейді, сәлем алынбайды. Өйткені сот шығарып жатқан қазидың, соттың яғни ойы ешнәрсеге алаңдамау керек. Сол ақиқат әділдікпен сот жүріп жатқан болу керек. Және ол жерде ешқандай сәлем берілмейді, сәлем алынбайды. Одан кейінгі бесінші орын, сәлем берілмейтін және сәлем алынбайтын орын білім ордасы. Мысалға мешітте немесе кез келген білім ордасына барып қалсаңыз, ол жерде дәріс оқып жатқан мекенге барғанда ассаламу алейкум деп елдің назарын өзіңізге бұруға болмайды. Үндемей барып отыра кету керек. Ол дәрісті бұзуға болмайды. Сіз сәлем берсеңіз, оның ішінде сәлем қайтарады, сонымен жаңағы ұстаз үндемей қалады, дәріс бөлініп кетеді. Сол себепті дәріс болып жатқан жерге үндемей барып отыру қажет, бірақ сәлем беруге болмайды. Одан кейінгі сәлем берілмейтін орын, алтыншысы, бұл жұма намазға мешітке барсаңыз, жұма намазға немесе айт намазға барғанда, имам құтпа оқып тұрған болса, құтпа, сол кезде сәлем берілмейді, сәлем алынбайды. Ассаламу алейкум деп, имамның құтпасын бөлуге болмайды, өйткені ол құтпаны тыңдау уәжіп болады, ал сәлем беру сүннет болады. Сүннет пен уәжіп қатар келген кезде сүннет орындалмайды, уәжіп орындалады. Яғни алтыншы орны, бұл имам құтпа оқып тұрған кезде сәлем берілмейді. Үндемей барып отыра қалу керек, және үндемей тыңдау керек. Бәлкім хадисте келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, имам құтпа оқып тұрған кезде, құтпа деген жұма намазының алдында оқылады, немесе айт намазда оқылады. Осы екеуін құтпа деп айтылады. Сол құтпа оқып тұрған кезде, және үшінші құтпа бар, бұл неке құтпасы. Сол құтпа оқып тұрған кезде сәлем берілмейді, сәлем алынбайды, үндемей тыңдау керек. Одан кейінгі соңғысы, сәлем берілмейтін орын, адамдар ас ішіп отқан орында. Тамақ ішіп отқан болса, қонаққа барсаңыз, кешігіп баруыңыз мүмкін бір себептерге байланысты. Ассаламу алейкум деп, адамдардың тамақ ішіп отқан көрінісінде сәлем олай берілмейді. Өйткені адам тамақ ішіп отқан кезде ауыз біреу болғандықтан не тамақ ішіп отырады, не сөйлеу керек. Сіздің сәлеміңізді аламын деп, адамдар ауызынан тамақ жеп отырып, сондай сәлем қайтаруға ыңғайсыз болады. Егер сәлем беру байқаусызда болса, бірақ бәрі жауап қайтару міндетті емес, ас ішіп отқан адамдардың. Сол бас жағында отырған бір адам, уалейкум ассалам, бауырым отыра ғой деп, сол жеткілікті. Кейде сол ас ішіп отқан, қонақта отырған көріністе, кей адамдар әрине білместікпен қолын ала жүгіріп, адамдардың бәрін аралап қол беріп шығады. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум деп, қолымен сәлем беріп айналып шығады, қанша адамдардың арасын аралап, оның баршасы әдепсіздік болып есептелінеді. Сөйтеді де, бар мен қолымды жуып келейін деп, қол жууға кетіп қалады. Сөйтіп ана отырған кісілер айтады, біздің қолымыз не болды деген осындай кейде сөздер айтылып жатады. Сол себепті ас ішіп отырған отырыста ешқандай
сәлем айтылмайды, айтылу керек болып жатса да, бірақ сол басындағы бірінші отырған адамға берілсе, сол адам ақырындап уалейкум ассалам дегені сол жеткілікті. Міне құрметті тыңдармандар, бауырлар, бүгінгі жалпы тақырыбымыз осындай 7 орында сәлем берілмейтін және сәлем алынбайтын мәселені көтердік. Жаңа жоғарыда біз айтқан болатынбыз, соңынан кешігіп кірген кісілерге айта кетейін. Негізінде сәлем берілуі керек, ал бірақ та жалпы өмірде біз сәлем беру деген нәрсені ұстануымыз қажет. Мұсылман адам мұсылманға жолыққан кезде Алланың амандығын тілеп сәлем беру бұл сүннет амал. Оны естіген адам уалейкум ассалам деп айтсын, немесе артығымен уалейкум ассалам рахматуллах деп, немесе одан да артығымен уалейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух деп айтсын дейді хадисте. Сізге Алланың сәлемі болсын, сізге Алланың берекеті болсын, сізге Алланың рахматы болсын деп осында айтылсын деген хадисте. Негізінде жалпы қоғамда осындай көріністе біз сәлем беріп, сәлем алып жүруіміз керек. Танысақ та, танымасақ та, осы сәлем біздің арамызда бауырмашылығымызды күшейтетіндігін айтты пайғамбар алейхиссалам хадисінде. Сол бауырмашылығымыз күшейту арқылы иман байлығымыз күшейетінін айтты. Сол иман байлығымызбен Құдай қаласа жәннатқа кіретінімізді айтты. Бірақ дегенмен бүгінгі тақырыбымыз ол сәлем беру емес, керісінше мынадай 7 орында ешқандай сәлем берілмейтіндігін ескерттік. Кейінгі қосып жатқан кісілерге жалпы шолу жасап жатқаным, оның бірінші орында сәлем берілмейтін, әжетханада отқан кісіге сәлем берілмейді. Ол кісіде сәлем алуға болмайды. Үндемей, тездетіп, сол қажетін өтіп, ол бөлмеден шығу керек. Екінші, дәрет алып отқан кісіге ешқандай сәлем берілмейді, сәлем алынбайды. Үндемей, дәретін алып, ертірақ соны аяқтау керек. Үшінші, намаз оқып тұрған кісіге дәрет берілмейді, сәлем берілмейді, және сол намаз оқып тұрған кісіде сәлем алмайды, жауап қайтармайды. Егер уалейкум ассалам деп сәлем қайтарып қойса, намаз бұзылады, намаз қайттан басынан оқу керек. Төртінші, сәлем берілмейтін орын, уағыз, дәріс болып жатқан орынға барып қалсаңыз, үндемей отыра кету керек. Ол жерде сәлем беріп, ұстаздың айтып жатқан дәрісін тоқтатып тастауға болмайды. Төртінші, сәлем берілмейтін орын, үкім шығып жатқан бір қази, сот болып жатыр. Сол сот болып жатқан процеске ассаламу алейкум деп кіріп баруға болмайды, үндемей отыра кету керек. Одан кейін 6-шы сәлем берілмейтін орын, бұл құтпада. Құтпа ол 3 түрлі құтпа бар. Жұма намазға бардыңыз, құтпа оқып тұр имам. Немесе айт намазға бардыңыз, имам құтпа оқып тұр. Немесе неке залына бардыңыз, неке қиылып құтпа оқылып жатыр. Сол кезде үндемей барып отыра кету керек, ассаламу алейкум деп, сол құтпаны тоқтатуға болмайды. Соңғы 7-шісі сәлем берілмейтін орын, бұл ас ішіп отырған отырысқа. Қонаққа бардыңыз, елдер ас ішіп отырған болса, ассаламу алейкум деп барып, оның ішінде қол беріп, елдің бәрін аралап, ондай әдепсіздік жасауға болмайды. Егер ассаламу алейкум деп айтқанның өзінде, сол ас ішіп отырғандар ғана рұқсат етіледі. Бір адам жауап берсе жеткілікті. Уалейкум ассалам, бауырым қош келдің, отыра кет деу керек. Сөйтіп ол кісі сол басшаға өзіне бұйырған орынға, кешіп келген адам орны сол жерге отыра кету керек. Ал сәлемдесу үрдісін сол ас мәжілісі аяқталғаннан кейін сыртқа шыққан кезде асықпай қол берісіп, төс қақтығысып, асықпай сәлемдесе берсе болады. Міне бүгінгі жалпы тақырыбымыз, құрметті жастар, осы сәлем берілмейтін 7 орын жайында болды. Осыған қатысты сұрақтарыңызды, сәлемге қатысты, жалпы бүгін тақырыбымыз сәлем жайлы, соған қатысты қойсаңыздар болады. Уалейкум ассалам рахматуллахи ва баракат. Баршаңызға Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Сырттан шаруа істеп келгеннен кейін аяқ қолды шынтақпен бетті сабындап жуынса, намазға дәрет алу қажет па? Енді сырттан шаруа істеп келген деген түсінбей жатырмын. Жалпы аяқ қолды сабындап жуғаннан кейін дәрет алу қажет па деген сұрағыңыз түсініксіз. Бірақ айтарым, мысалға дәреті болса адамның, дәрет бола тұра,
кейін бет аузыңызды сабынмен жуған болсаңыз, және одан кейін дәрет алуым қажет па десеңіз, қажет емес. Өйткені бет ауызды жалпы сабынмен жуу дәретті бұзбайды. Ішіп алған адамға сәлем беріле ма? Ішіп алған адамға сәлем беріледі. Өйткені ол Алланың амандық, есендігін тілеу жалпы адамзатқа беріле береді. Ол тек бірақ мұсылман болу керек. Мұсылман емес қауымдарға, басқа дін өкілдеріне Алланың амандығын тілеп ондай сәлем берілмейді. Ал жаңа ішіп алған адам мұсылман болса, сол жеткілікті. Ассаламу алейкум деп оған Алланың амандығын тілеп, осындай сәлем беру жасалуы қажет. Солай болу керек. Одан кейінгі сұрағымыз, амин, баршамызға Алла разы болсын. Жалпы сәлем беру мәселесін қозғапсыз дейді. Жалпы сәлем беру жаңа айтылғандай, жоғарыда айтылды. Мен қазір эфир сақтап қоюға тырысамын соңында. Жалпы мұсылман адам сәлем беріп жүру керек. Таныған кісіге де, танымаған ортаға да ассаламу алейкум деп Алланың амандығын тілеп жүру жалпы әрқайсымызға жасасақ сүннет болады. Бірақ соларға, сол ортадағы адамдардың ішінде бір адам уалейкум ассалам деп сәлем алса, сол жеткілікті, қалғандардың мойнынан түсіріледі. Бірақ сол адамдардың ішінде бір адам болса да жауап беру уәжіп болады, үкімі солай. Демек, сәлем беру сүннет, оған жауап беру уәжіп болады екен. Үкімі осылай. Одан кейінгі сұрағымыз, жанұясы кітабымызға қатысты мына парақшамызға қойып жатыр. Жанұяға қатысты осы телефондар арқылы хабарлассаңыздар болады. Кітабымыз таяп қалды, Құдай қаласа шығуына. Өзімізді күтіп жүрміз. Алла қаласа жақын күнде сол кітап қолдарыңызға тиетін болады, Құдай қаласа. Одан кейінгі мәселеміз, тәкаппарлықты қалай жеңуге болады? Нағыз тәкаппарлықты жеңудің бір жолы сәлем беру. Танығанға да, танымағанға да, тіпті оның ішінде өзіңіз кішкентай бір өзіңіз жоғары санап біреуден солай жүрсеңіз, міндетті түрде нәпсіңізді сындырып, сол адамға көбірек сәлем беріңіз. Ассаламу алейкум деп ерте сәлем беруге тырысыңыз. Жүгіріп барып қолыңызбен сәлем беруге тырысыңыз. Сол сіз бірінші сәлем беру деген нәрсе нағыз сіздің тақырыбыңыз, сіздің ішіңіздегі мен деген сол нәпсіңізді сындырады. Өйткені бұл сәлем беру арқылы Алланың амандығын тілеу деген нәрсе арқылы шайтан қашып кетеді адамны. Сөйтіп қоғамда солай өзіңізді тәрбиелеп сәлем беруді бірінші берейін деп өзіңізді барынша осылай бақылап амалға асырсаңыз, Құдай қаласа ең керемет ақлақ мінезі көркем адамға айналасыз. Бұны Пайғамбар алейхиссалам сахабаларына көрсететін еді. Сахабалар риуаят қылып соны жеткізеді хадисте. Біз Расул алейхиссаламға кездесіп қалған кезде сәлем бірінші берейінші деп қанша ұмтылсақ та, Пайғамбар алейхиссалам бізден бірінші беріп қоятын еді деп келеді. Расул алейхиссалам әрдайым бірінші сәлем беріп үлгеретін еді. Міне сол Пайғамбар алейхиссалам үмбетіне үйретіп кетті. Ондай сипат әрқайсымызда болсын. Кейде біреулер жаңадай менсіп, неге сәлем бермейсің деп күтіп тұруы мүмкін. Сол күтіп тұрған адам, демек біліңіз, сіздің бойыңызда кішкене бір сондай дерт бар. Сәлемді күтпеу керек, сәлемді бере беріңіз. Енді сәлем беру кітапта келгені бойынша жүріп келе жатқан кісі, отырған адамдарға сәлем беру керек. Көлікте келе жатқан адам, көліксіз келе жатқан кісілерге сәлем береді. Жалғыз келе жатқан адам, топтағы адамдарға сәлем береді. Деп осындай өзінің сәлем беру, осындай үрдістері бар. Сол сәлем беру арқылы жаңағыдай сұрақ адамның ішіндегі мен деген сол тәкаппарлықты емдеудің бірде-бір жолы осы. Одан кейінгі сәлеметсіз бе, жан дүниені қалай өзгертуге болады? Қалай иманды күшейтуге болады? Сұрақ осылай болды. Бүгінгі тақырыпты дәл сол иманыңызды күшейтетін тақырып, оны Расул алейхиссалам айтты. Иманды болмайынша жәннатқа кіре алмайсыңдар, имандарыңызды күшейтетін жолды үйретейін ба деген кезде, бір-бірлеріңізді жақсы көріңіздер. Оны жақсы көрудің бірде-бір жолы афшу сәлем байнакум деген. Араларыңызды сәлемді күшейтіңіздер дейді Пайғамбар алейхиссалам. Сол сәлеміңізді күшейткен сайын біліңіз, демек сіздің иман байлығыңыз күшейе береді, және оған қосымша білім алу тәртібіңізде, күн тәртібінде болу керек. Сол білім алу арқылы біздің руханиятымыз дамиды. Біліміңізге білім
қосылып отыру керек күнделікті. Өткен Расулаллах айтқан хадис бар, бір күні екінші күнге ұқсап жатқан адамдар ұтылып жатыр дейді. Яғни күнделікті аз ғана болса да біздің білім қорымызға білім қосуға әрекет жасайық. Міне бүгін Аллаға шүкір, сол білім қорымызға және білім қосылды деп есептейік. 7 орында сәлем берілмейтін, сәлем алынбайтын орындарды біліп алдық. Ал қалған бүткіл орындарда сәлем берілу керек. Одан кейінгі мәселе, қыз келіншектер қалай сәлемдеседі? Енді жалпы қыз келіншек, тап ер азаматтар деп бөліп айтатын болсақ, жалпы негізінде сәлемдесу толық нұсқасы ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Толық нұсқасы бұл. Кейде ассаламу алейкум деп шектелсе де болады. Оны жауап берушілер уалейкум ассалам деп жауап береді, немесе артығымен уалейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух деп сәлем берілу керек. Жалпы сәлемдесу үрдісі осылай. Ал бірақ кейде сәлеметсіз бе деп әйел қыз балалар осындай сәлемдесу үрдісін естіп жатамыз. Сол сәлеметсіз бе деп тұрғанның өзі сол ассалам деген Алланың көркем есімінен айтылып жатқан мәселе ол. Сол үшін қыз балаларда жалпы сол ассаламу алейкум деп толық нұсқасын айтсаңыздар болады. Екінші біреу енді сәлеметсіз бе десе де оны жазғыруға хақымыз жоқ. Өйткені сол сәлем дегеннің өзі Алланың ассалам деген есімі сол. Сол үшін қыз балаларда өзара жаңағыдай абзалы негізінде ассаламу алейкум деп амандасу. Ал сәлеметсіз бе деп сәлемдессе де ешқандай оның ақаулық қатесі жоқ. Одан кейінгі мәселе, сізді шынайы өмірде көру арман болды дейді. Алаш Тревел деген біздің қажылықпен келсеңіз, Құдай қаласа, біз 10 күн бірге боламыз. Осында бізде дәріс болады. Алла бұйыртса, осы Алашпен ниет етіңіздер. Құдай қаласа, ертең біз енді осы группамызбен, біз қазір Мәдина қаласындамыз. Меккеге жолға шығамыз, Құдай қаласа, армандар орындалады. Сол үшін ниет етіңіз. Құдай қаласа, Алашпен келесеңіз, дәрісте және бірге сұхбаттасу осындай мәселелерге қол жеткізуге болады. Одан кейінгі мәселе, азан оқылғанда сәлем берілей ме? Азан айтылып жатқан кезде сәлем берілмейді. Сәлем алынбайды. Өйткені азан айтылып тұрған кезде, Пайғамбар салам айтқан хадисі бар, азан айтылып тұрған кезде сол азандағы сөздерді қайталаңыздар деген. Аллаху акбар десе, ішімізден Аллаху акбар дейміз. Ашхаду ан ла илаха иллаллах десе, ішімізден Ашхаду ан ла илаха иллаллах деп сөздерді қайталап тұрыңыздар деген хадис бар. Сол себепті азан айтылып тұрған кезде сәлем айтылмайды. Эфирде сақтанышы, Алла бұйыртса мен қазір сақтауға тырысамын, бірақ мынау техникалық ақаулықтарға байланысты сақталынбай қалса, оған ренжіс болмасын, бірақ сақтауға тырысамын, Құдай қаласа. Одан кейінгі мәселе, қасындағы досың атеист болса не істеу керек? Енді жаңыңыздағы досыңыз сондай басқа дін сенімінде болса, жаңа айтылғандай, онымен қарым-қатынасымызды жақсарта береміз, бірақ оған ассаламу алейкум деп сәлем берілмейді. Өйткені атеист деген сөз Құдайға сенбейтін, яғни мұсылман емес деген сөз. Мұсылман емес қауымдарға Алланың амандығын тілеуге рұқсат жоқ шариғат бойынша. Бірақ олармен жақсы мәміледе араласып, оларға ислам дінінің тазалығын, құндылығын, адамгершілігін көрсетуге әбден болады. Мүмкін сіз себепті сол атеист досыңыз ислам дініне келіп жатса, нұр үстіне нұр болады. Ол және Расулаллах айтқан сүйінші хабары бар. Алиға айтқаны, баршамызға айтқаны. Али деді Пайғамбар алейхиссалам, сен себепті бір адам тура жолға келуіне, яғни ислам дінін қабылдауына, немесе тура жолға түсіп кетуіне себеп болсан, аспан мен жерден де жақсы, хайырлы болған саған сондай сауап беріледі деді. Міне, өте үлкен сый ондай адамдарға беріледі екен Алла тарапынан. Сол себепті біздің дініміз өзге дін өкілдеріне де жақсы мәміле жасау арқылы оларға исламды көрсетуге әрқайсымыздың міндетіміз. Одан кейінгі мәселе, бағасы қанша деп сұрап жатыр. Мына сұрақ түсініксіз, мүмкін кітап сұрап жатқан болсаңыздар, жан ұясы деп жаңа шығып жатыр. Осы инстаграмда парақшамда тұр. Жан ұясы деп жазсаңыздар, арнайы парақша ашылған.
соған хабарлассаңыздар, менің көмекшілерім сізге толық ақпаратты беретін болады. Одан кейінгі мәселе, ұстаз, жүрегімде тыныштық жоқ, не істесем болады? Енді Құран кәрімде Алла Тағала оның жауабын айтқан, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, аля бизикриллахи татмаиннул қулуб. Алланы еске алумен ғана жүрек тынышталады дейді Алла Тағала. Демек, біздің жүрегімізді тыныштататын орнына қойып, қалыпты жағдайға өзгертетін Алланы еске алу ғана екен. Алланы еске алудың ең үлкен шыңы 5 мезгіл намаз оқу. Күніне 5 мезгіл намаз оқыған кезде, сол өткізген әрбір уақытыңызда сіз мына әлемнен шығып, жаратқан жаратушы Раббымыздың құзырында Алла Субхана ва Тағаламен байланыста боласыз, тіке байланыста. Жанға керек азық сол жерден ғана ала алады. Сол себепті бүгіннен қалмай, қазірден бастап бірден ғұсыл дәретіңізді алып, намазды бастап кету керек. Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде «Инналлаху юхиббул мутаваккилин» деген аят бар. Расында Алла Тағала тәуекел еткен пенделерін жақсы көреді. Міне сол себепті біз тәуекел етуге белді буып, бірден намазды басып кетіңіз. Сол намаз сіздің жүрегіңізді тыныштатады. Намаз өміріңізге берекет шырайын кіргізеді. Намаз денсаулығыңызды тіктейді, отбасы бала шағаңызға қуаныш сыйлайды, жолыңыз ашылады. Кез келген бүткіл қиыншылықтың жауабын намаз жақсы жағына өзгертетін болады. Сол себепті ол қазір жүрегіңіз мазаласа, тынышталмаса, әрине оған әрмен қарай екінші бір проблемаңыз есіңе түседі. Осылай өмірде көп адамдар кейде үлкен мақсатқа жете алмай қалуының бірде-бір себебі Алланың ақ жолына түспеген себепті деп ашық айтамыз. Бұл өмірдегі ең бақытты адамдар Алла Тағалаға шынайы құл болып жүрген кісілер деп біліңіздер. Өйткені Алла Субхана ва Тағаланың шариғатын орындаған адам нағыз адам кемеліндегі шынайылық сол деп айтқан. Мынау жалпы Европа мемлекетінде уақытысында сол үлкен бір кездесу болған мұсылмандармен және мұсылман емес адамдар да болған ол жерде. Сол конференциядан кейін кешкі аста бәрі бірге бас қосып, сондай бір жасалынған екен. Сөйтіп, солардың ішінде жаңа мұсылман емес бір жігіт сол мұсылмандарға сөйде сұрақ қойған. Әлемде қазір осынша 7 миллиардқа жуық адам баласы бар. Соның ішінде 2 миллиардқа жуық мұсылмандарсыңдар. Сандарыңда аз емес. Бірақ сондай көп бола тұра адамзатқа қандай үлес қостыңдар сендер? Мысалға, біз мұсылман емес болсақ та, бірақ мынау автокөлік, темір тұлпарды біз ойлап таптық. Кәдімгідей ат секілді тұлпарлармен мініп пайдаланып жатсыңдар. Ұшақтарымыз анау құс секілді ұшып жатсыңдар. Анау теңіздің астында жүретін кемелерімізбен балық сияқты жүзіп жатсыңдар, айға ұшып жатырық деп, сол заманауи технологияларын айтып, сондай сөз қозғайды. Ал сендер не үлес қосып жатсыздар адамзатқа деп, жаңағыдай бір керемет сұрақ қояды. Сонда жаңағы мұсылман жігіттің жауабы, оның айтқан жауабы, біз өкінішке орай, осы білім саласында өкінішке орай біз кенжелеп қалғанымызды мойындаймыз. Ол біздің бірде-бір кемшілігіміз. Бірақ енді сендер не істеп жатсыңдар деп сұрақ қойғаныңызға жауап берейін. Біз сіздер секілді, ат секілді ұшалмасақ та, құс секілді ұшалмасақ та, балық сияқты теңізде жүзе алмасақ та, бірақ біз адам болып жүріп жатырмыз дегенде, Алла Тағала нені бұйырды, біз оны орындап жатырмыз. Алла Тағала неден қайтарды, тыйым салды, біз одан тыйылып жатырмыз. Жауабым осы деп айтқан екен. Міне сол кезде жаңағы дөңгелек үстінде, дөңгелек столда отырған көптеген жаңа басқа дін өкілдері бұл жауапқа риза болып, қол соғып, шапалақ соғып, сол сұрақтарына кешірім сұраған екен. Міне сол секілді, демек, біздің жалпы Алла Тағаланың шариғатын орындау арқылы біліңіз, сіз адамдық миссияңызды орындаған болып есептелінесіз. Және жаңағы өзіңіз сұрағаныңызда жүрегіңіздің тыныштық болуы баршасының негізгі емі ол намаз құлшылығында. Өйткені сол намаз сізбен бізді жаманшылық, әдепсіздіктен тыяды. Өйткені адам бір жақсылықты істемей тұрып, бірінші әдепсіздіктен тыйылу керек. Содан кейін барып жақсылық жасау деген есік ашылады адам баласына. Ол жайында Алла Тағала Құран кәрімде айтады: аузу биллахи минаш шайтанир ражим, иннас-сола танха анил фахша вал мункар дейді. Расында намаз сіздерді арсыздықтан, әдепсіздіктен, күнәдан тыйып қояды дейді. Сол себепті демек бірінші адам сол намаз оқу арқылы
жаманшылық, әдепсіздіктен тыйылуымыз қажет екен. Содан кейін барып жақсылық жасауға біздерге алдымызға жол ашылады екен. Міне сол себепті сұрағыңызға жауабы, бүгіннен қалмастан Құдай қаласа намазды бастаңыз. Одан кейінгі мәселе, бүгінгі сұхбатымызға байланысты, орындыққа отырып оқысаңыз болады. Түсінбедім, сұрағыңыз қалай екендігін. Одан кейінгі мәселе, жәннатта апалы сіңілдер бірге болмайды деген қаншалықты рас? Жоқ, ондай мәселе жоқ. Жалпы Алла тағала сол жәннатта ата-анамызбен, бауырларымызбен, аға қарындас әпкелерімізбен, жалпы өзім жақсы көретін бауырларымыз, мұсылман бауырларымызбен, шәкірттерімізбен бірге болуымызды нәсіп етсін. Біз қазір тірі кезімізде бір-бірімізге көмектесе аламыз. Сол көмектің ең үлкені Алланың жақсылығына шақырып, Алланың тыйғанынан бір-бірімізді қайтарып жүруіміз, бір-бірімізге ескертіп жүруіміз. Осы нәрсе бізді жәннатқа сүйреп алып барады. Ондай апалы сіңлілер бір-бірін көрмейді деген мәселе жоқ. Алла сақтасын, апалы сіңлілермен біреуі дінін сатып, өзге дінге кіріп кетіп, Құдай сақтасын, сөйтіп тәубаға келе алмай өмірден өтіп жатса, онда ол мәселе бөлек мәселе. Әрине біреу жәннатқа кетеді, біреу тозаққа кетіп қалу қауіп бар. Сол үшін екеуі де егер ислам дінін ұстанса, сол Алланың хақ дінінде иманмен, исламмен өмірден өтсе, сол иман байлығы соны Алланың құзырына алып барады. Сол иман байлығы жәннатқа кіргізеді адамды. Сол үшін байлық деп жатқанымыз әрине біздің жеріміз бай, жеріміз өте үлкен деп мақтанамыз. Аллаға шүкір, Алланың берген көптеген байлығымыз бар. Бірақ сол байлықтардың ішіндегі теңдессіз байлық иман байлығымыз бар, Аллаға шүкір. Сол иман байлығымыздан Құдай бізді айырмасын. Мына өмірдегі жер байлығымыздан Алла айырмасын. Қияметке шейін сүйікті отанымызды Алла өз сақтасын, басшыларымызға Алла күш қуат берсін деп дұға қыламыз. Бірақ жаңа айтқандай иман байлығы сол апа сіңлілерді, бауырларды, әке бала шағасымен Құдай қаласа жәннатқа кіргізетін болады. Оған ешқандай күмән болмасын. Сол иман байлығымызбен барсақ болғаны. Одан кейінгі соңғы екі сұрағымызды қарайық. Расул деп есім қойса болады ма? Расул деп қойса болады. Расул деген бұл енді жалпы елші, хабар беруші деген мағынаны береді. Расул деп қоюға болады. Одан кейінгі соңғы сұрағымыз, жанұясы деген кітабыңыз телефонда бар ма? Play Market'тен жүктеуге болады ма? Енді Play Market'ке әлі жүктелінген жоқ, ол кітабымыз. Алла берсе, ол болашақта ол жоспарымызда бар, Құдай қаласа. Соны қазір тіркелу науқаны жүріп жатыр ол кітабымызға. Құдай қаласа осы баспаханалардың берген уәдесі бойынша 20 қаңтардан армен қарай сол шыға бастайды. Біз өзіміз күтіп отырмыз. Сол үшін тіркелу науқаны әлі жүріп жатыр. Жанұясы деген парақшаға тіркеліңіздер. Ол жерде сол көмекшілердің телефондары бәрі қойылған. Соларға жазу арқылы, хабарласу арқылы толық ақпарат ала аласыздар. Құдай қаласа сол кітап қолдарыңызға тиіп, соны оқып, Алла тағала сол жанұямыздың бақытты болуына бір себепкер болатын құрал болуын Алладан біз сұраймыз. Алла тағала бүгінгі эфирімізге берекет берсін. Баршамыздың естіп білгенімізге амал жасауымыз нәсіп етсін. Алтын уақыттарыңызды бөліп, түннің ортасына қарамай, осы сұхбатқа қатысқан баршаларыңызға Алланың нұры жаусын. Субханака астағфирука ва атубу илейк.